Ақын, әдебиеттанушы, дипломат, қоғам және саясат қайраткері, Қазақстанның еңбек ері. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматыда дүниеге келген. 1961 жылдың көктемінде Олжас Сүлейменовтың атағы дүркіреп кетті. Төбелеске қатысқан үшін әдебиет институтынан шығарылған Олжас Сүлейменов ол кезде Алматыға оралып Казахстанская правда газетінде жұмыс істеп жүрген еді. 11 сәуір күні Байқоңырдағы оқиға туралы алдын ала хабардар болған газет редакторы Федор Боярский Олжас Сүлейменовке адамзаттың ғарышқа сапары туралы өлең жазуға тапсырыс береді. Олжас Сүлейменов өлеңді сол түн-ақ жазып тастайды. 12 сәуір күні Гагариннің ғарышқа ұшқандығы туралы хабарланғанда, әлгі өлең газетке жарияланып, одан қалды үн парақтарға жазылып, ұшақпен Алматы мен Қазақстанның өзге қалаларына шашылады. Олжас Сүлейменовтің атағы шыққанда ол бірден Қазақстан жазушылар одағына қабылданады. Ал 1971 жылы ол сол одақтың төрағасы атанды. 80 жылдың соңында Олжас Сүлейменов саясатқа бет бұрды. Халық депутаты лауазымын иеленгенде ол Қазақстан мен бүкіл әлемде ядролық сынаққа тыйым салу міндетін көздеген. 1989 жылы 28 ақпан күні Алматыдағы жазушылар одағының ғимаратында митинг өтіп, Невада-Семей анти-ядролық қозғалысын құру туралы шешім қабылданды. Бұл атау ақш пен КСРО-дағы басты атомдық сынақ орындарының атауынан алынған. 1989 жылдың 19 қазаны күні Семей полигонында соңғы жарылыс болды. 1996 жылдың қазанында Қазақстанда ядролық қаруды сынауға жан-жақты тыйым салу туралы шарт қабылданды. Ол шартты бүкіл әлем қабылдады деуге болады.